Өзіңіз тұратын көшенің аты мен тарихын жаттау міндетті болмаса да, біліп жүрудің еш айыбы жоқ. Қарағандылықтар өздері тұратын көше жайлы не біледі екен? Тарихын тарқатып бере ала ма? Біз сұрап көрдік. Біз бүгін Әлімхан Ермеков көшесінен бастаймыз. Қандай көше? Мына көше ме? Иә. Ермекова. Әлімхан Ермеков. Ол кісі кім болған білесің? Жоқ, мен Әлихановпен шатыстым. Бұл Әлімхан Ермеков көшесі. Әлімхан Ермеков Қазақтан шыққан тұңғыш математик, Алашорда көтерілісінің мүшесі, қоғам қайраткері. Рахмет. Ермекова. Әлімхан Ермеков. Ол кісінің кім болған білесіңдер ме? Ермекова ғой. Әлімхан Ермеков. Ол кісінің кім болған білесің? Кім болды? Ақын? Ермекова или Ерубаева осы көмір. Ермеков. Әлімхан Ермеков. Көшенің Әлімхан Ермековтің кім болған білесің бе? Жоқ. Әлімхан Ермеков көшесі. Ол кісі мемлекет және қоғам қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі болған, Қазақтан шыққан тұңғыш профессор математик. Сондай-ақ ол кісі осы Қазақстан шекарасын қорғап қалуда зор үлкен еңбек еткен. Қала тұрғындарының көпшілігі көше аты берілген Әлімхан Ермековтің кім болғанын ашып айта алмады. Әлімхан Әбеуұлы Ермеков көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, Алаш партиясы мен Алашорда қозғалысының жетекшілерінің бірі, қазақтың тұңғыш математика, профессор, ғұлама, ғалым, белгілі ағартушы, қазақ тіліндегі тұңғыш жоғарғы математика курсы оқулығының авторы. Әлімхан Ермеков алғаш рет Алаш қозғалысына 1917 жыл 27 сәуір мен 7 мамыр аралығында өткен Семей облыстық қазақ съезіне қатысады. Онда ол съез президиумының хатшылығына, одан кейін съез шешімімен Семей облыстық қазақ комитетінің мүшелігіне сайланады. Әлімхан Ермековтің тарихи зор еңбегінің бірі қазақ автономиясы шекарасының біртұтастығын қорғауы. 1920 жылы 17 тамызда Лениннің төрағалығымен өткен халық комиссарлар кеңесінің мәжілісінде Қазақстан жағдайы туралы Әлімхан Ермеков баяндама жасайды. Онда ол жер Қазақстанның шекарасы туралы мәселелерді қамтып, отаршыл саясаттың өкілдерімен қызу айтысқа түсіп, өз ойын тиянақты, жан-жақты бұлтартпас дәлелдермен қорғап шығады. Өздеріңіз тұратын көше атауына мән бере жүріңіздер.